Аталған тақырып бойынша әркім өз бойындағы жалындаған қымбат сезімін ақ қағаз бетіне өрнектеуге болады. Ол балалық махаббат па, сағыныш па, достық па? Ол өз еркіңмен қиялыңа байланысты. Ешқандай шектеу жоқ. Тек жұмыстарыңызды әдеби тілмен әсерлеп, көркемдеп жеткізу талабы қойылған. Ал ендеше іске сәт, жұмысымызды бастайық. Алдымызда ұлттық мерекеміз Наурыз келе жатыр. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін бұл мейрамды асыға күтер анық. Әсіресе жастар үшін айтулы мейрам. Көктем кезінде әр адамның бойындағы мейірім, ыстық сезім бұлқанып, көктемгі жауқазындай бүршік атады. Біздің қазақ халқында балалар, жігіттеріміз бен қыздарымыздың арасындағы сыйластықты өрбітетін ұйқашар, селт еткізер сияқты салттары бар. Мысалға айтатын болсақ, селт еткізер сый кәдесіз жасар кезінде жігіттеріміз қыздарға айна мен тарақ сияқты бұйымдарды сыйға тартатын болған. Осы мәліметтерді де жұмыс барысында ескерулеріңізге болады. Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Жұмыстарыңызды тапсырыңыздар. Бекжан, не ойланып кеткенсің? Жазғаныңды тапсырмайсың ба? Әлде ауылдағы қызың сағынып кеттің бе? Шынымен ауылым сағындым. Ертең ауылға кететін шығармын. Халқым шағым жолың болсын. Жақсы. Елге сәлемет. Жақсы. Жақсы әліңдер. Тағы да міне жол жүрем, ел жаққа барам. Бекжан? Жүрегім елден. Ай, Бекжан. Ауылға. Ауыл сағындың ба? Иә. Қанша болып бармағалы? 3 жылдай болып болды. Қанша боласың? Бір аптадай болады шығармыз. Наурызды көріп бара жатырмын. Дұрыс. Ауылға барам, бәрі де туы сол жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Балалар, бүгін жігіт сұлтанды кім жеңеді екен? Сөз жоқ, Дулат жеңетін шығар. Жоқ, соңғы сенеді. Қайдағы? Шығыс қатыспайды ғой? Онда
Айдар жинет, ол домбырада мықты ойнайды. Менше ғасыр 8 қырлы жігіт қой. Алба істесесің бе 100 асыққа. Ондай асық жоқ қой менде. 50 асық қана бар, 50 асыққа бәстесейік. Ал жарайды ал. Жігіттер, көмектерің керек. Ішткенде бе? Дулат, бүгінгі жігіттің сұлтаны жеңісі сенікі екеніне сөз жоқ қой. Досым, сен онсыз да жігіттің сұлтанысың ғой. Бүгінгі жүлдені ғасырға бере сал. Не үшін? Бүгін қалайда Кәусардың көзіне түсуім керек. Досым, бұл соңғы жарыс емес қой. Әлі талай аласың. Досымызға көмектесіп жіберейік. Жарайды. Ей, сен өдің сендерге. Келістік пе? Келістік. Ей, жарайсыңдар. Қыздар, осы уақытқа дейін ою өрнектің, кесте тігудің біраз түрін меңгердік, иә қыздар? Олай болса, сол кестені үйренгенімізді орамалдың бетіне түсіріп тігеміз. Білесіңдер ме қыздар? Баяғыда бойжеткен қыздарымыз өздерінің орамалдарының шеттеріне ұнатқан жігіттерінің есімін кестелеп, әдемілеп жазып сыйға тартқан екен. Бұл кестелеу өнері көне әжелерімізден келе жатқан өнердің бір түрі болып есептеледі. Кәусар, бүгін ауылға кім келеді, білемісің? Кім? Өзің тауып көрші. Сен Бекжанды айтып отырмысың? Бекжан келді. Я, өзің де біліп отыр екенсің ғой. Қыстың қызығын көрді. Енді наурыздың кереметін көрге келе жатқан шығар бәлкім? Жоқ, ол біздің Кәусарды көрге келе жатыр. Ой, қыздар қойыңдар. Сәлем, сұлу қыз. Қалайсың? Сәлем. Мүмкін сұлу қыздар шығар. Мына жерде тәбір отыр екен ғой. Қыздар кешке жігіт сұлтанына барасыңдар ма? Әрине барамыз. Дулат, бүгін бас жүлдені өзің алатын шығарсың. Неге ол ойлайсың? Мүмкін мен шығарым. Дулат тұрғанда саған жігіт сұлтаны бол қайда? Көреміз, бақ шаба ма, бап шаба ма. Ғасыр, осы сентекке арамтер болмай қойшы. Біздің Кәусардың талғамы сен емес. Айжан, қойсаңшы, Кәусардың өз аузы бар. Бүгін ауылға кім келеді? Туф, қыздар, жүріңдерші кетейік. Ауылға кім келетін еді? Әлгі Айдардың жиені Бекжан келе жатыр деп естідім. Сол шығар. Мағалы ауылға қанша қал? Құдай қаласа жетеміз. Жол кеспей-ақ қояйық. Анашым? Ау, Осы наурыз деген не? наурыз дегенің балапаным, ол біздің жаңа жыл. Жаңа жыл? Иә.
Сонда Аяз ата келе ма не? Жоқ, бұл жолы Аяз ата келмейді. Сендерге Қыдыр ата келеді. Қыдыр ата? Иә, Қыдыр ата. Қыдыр ата бізге бақ береке тілеп, үйді аралап, ақ батасын береді. Жеңеше, не істеп жатырсыз? Ертеңгі мерекеге наурыз көзі жасаймыз ба? Әрине жасаймыз. Сол үшін үйде не бар, не жоқ түгендеп жатырмын. Мен не істейін? Мен де көмектесейін. Маған үйретем деп едіңіз ғой. Әрине үйретем. Сіз маған да үйретем дегенсіз. Саған да үйретем. Ол үшін мына дәнді дақылдарымызды дайындап алайық. Сонда осының бәрін қосамыз ба? Иә, қосамыз. Наурыз көже жасау үшін ақмол болсын деп дәнді дақылдарды, қыстан шыққан сүр пен қазыларды қосып, аса ыждахаттылықпен дайындау керек. Ертеде әжелеріміз міндетті түрде 7 немесе 9 түрлі тағам қосу керек деп айтып отыратын. 7 және 9 саны қазақтар үшін киелі және қасиетті болған. Сізге наурыз көже пісіруді кім үйретті? Маған кезінде анам үйреткен. Мен ол кезде тура сендердің жастарында болатын. Сендер де үйреніп алыңдар. Білгендерің өздеріңе жақсы, үйренгендерің маған жақсы. Рахмет жеңеше. Сонда көжені ертең жасаймыз ба? Иә, ертең пісіреміз. Ол үшін ерте тұрып маған көмектесіңдер. Иә. Айтпақшы, бүгін мектепте жігіт сұлтаны байқауы болады. Соны көруге барсақ бола ма? Иә, менің де баруым керек. Жақсы, барып келіңдер, бірақ кешке қалмаңдар. Жақсы жеңеше. Бар әлем сүйіп ұнатқан, шапағат нұрын шыбатқан, қаймықпай шыққан жайрандап, қыстайғы суық сынақтан, көктем таны бұлатқан, әуені кетпес құлақтан, бұлбұлдың әнін жырлатқан, тараштап шашты сипаған, самалы ескен қыржақтан, көктем таны бұлатқан, қозлар өріп қыраттан, су ішкен мөлдір бұлақтан, ат мініп бір-бір шабатын, бойшанда өскен қырақтан, көктем таны бұлатқан, көгірай ғажап бараймақ, бір жарған гүлдер орайлап, нөсерлеп жаңбыр жауатын, күркіреп аспан жай ойнап, көктем таны арайла. Сонымен келесі сайысымыз қол күрес деп аталады. Ортаға Дулат пен Ғасырды шақырамыз. Рахмет. Сау болыңыз. Апа? Ойбай, құлыным-ау, 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 құлыным-ау. Дей салыңыз қалай, жақсы ма апа? Ауырған жоқсыздар ма? Ауырған жоқ. Ауыл қалай? Ауыл сағынып кеттім апа. Айдар қайда апа? Жігіт сұлтанына кетті мектепке. Ауында ма Айдарға барайыншы апа? Жоқ апа, Айдармен бірге ішем, келгеннен Айдармен бірге ішем апа. 66, 67, 68, 69, 70. Ал енді құрметті әділқазылар, сайыскерлеріміздің өнерлерін тамашаладыңыздар. Енді тиісті бағасын қойып өтсеңіздер. Бірінші нөмірлі бізде Ғасырдың бағасын көтеріп жерсеңіздер. 5, 5, 5. Екінші нөмірлі Батырланның бағасын көтерсеңіздер. 4, 5, 5. Үшінші нөмірлі Айдардың бағасын көтерсеңіздер. 5, 5, 5. Бірыңғай 5. Иә, әділқазылар, ұпайларыңызды беріп болсаңыздар, сайысымыздың келесі бөліміне көшейік. Келесі сайысымыз сұрақ-жауап деп аталады. Оның шарты былай.
Менің қолымда мына жерде қазақтың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптарына байланысты сұрақтар жасырылған. Мына жерден келіп бір-бірден сұрақ таңдап алыңыздар. Ұйқашар дегеніміз не? Оның Наурыз мерекесіне қандай қатысы бар? Жақсы, айта ғой. Ұйқашар деген бұл салт. Бұрынғы уақытта мерекелерде, айтта, әсіресе Наурыз тойларының алдындағы түнде жігіттер ұйықтап қалмасын деген мақсатпен қыздар өздерінің дәмді тағамынан ұйқашар тағамын әзірлеген. Ұйқашар тағамы қыз бен жігіттің арасындағы сезім мен махаббатты арттыра түсуге себепші болған. Жақсы, түсінікті сырым. Тағы да алып қосарың бар ма? Жоқ. Жақсы, орныңызға бара қойыңыз. Сонымен, екінші сұрақ кімде? Менде. Жақсы, сұрағыңызды оқыңыз. Ұзын сары дегеніміз не? Ғасыр. Жауабыңыз бар ма? Жауабым жоқ. Онда отыра қойыңыз. Мен айтсам бола ма? Досым, андағың не? Айдар, айта қойыңыз. Әлгі Бекжан дейтін кепті. Алдымен жеңіміз, қалғанын сосын көреміз. Ұзын сары дегеніміз көктемгі күн мен түннің теңелуінен кейінгі күннің ұзара бастайтын уақыты. 3 ай бойғы қыстың суық ызғары кетіп, жер дүние жаңарады. Аналарымыз ұзын сарыға деп қыстағы соғымның етін сақтап қоятын көрінеді. Қазіргі таңда сол ұзын сарыға байланысты қызықты аңыз әңгімелерде баршылық. Рұқсат етсеңіздер, соның біреуін сіздерге айтып берейін. Бірде енесі жаңа түскен жас келініне қарап, етті шамалап пайдалан қарағым, кейінге қалдыр, ұзын сарыға қалдыр, ертең ұзын сары келгенде жейміз деп айта беретін көрінеді. Күндердің күнінде сол үйге ұзын бойлы, сары өңді кісі келген екен. Келген қонаққа келіні үйдегі соғымның бар етін асып, асты үстіне түсіп, келген қонақтың алдына біраз әбігерге түседі екен. Соны байқап отырған енесі, қарағым-ау, мұның не, етті түгел асып тастағанбысың депті. Сонда келіні, апау өзіңіз емес пе? Ертең ұзын сарыға қалдыр, ұзын сары келгенде асасың деген деп жауап беріпті. Ой, Айдар, жарайсың, отыра ғой. Ал енді, құрметті қонақтар, оқушылар, сайысқа қатысушылар, бүгінгі Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылып отырған жігіт сұлтаны байқауы өз мәресіне жетті. Енді осы сайыскерлерімізді марапаттау үшін ортаға мектеп директоры Ражанов Қонысбай Сапабекұлын шақырамыз. Жігіт сұлтанының бас жүлдегері Айдар. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Наурыз құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Жүр, мен сені шығарып салайын. Жақсы, жүр. Кәусар, Ау. сені көргенім қатты қуанғаным соншалық, тіпті сөз толмай келе жатқаным. Мен де. Ауылда қанша күн боласың? Бір аптадай болатын шығармыз. Айтпақшы, саған әкелген азғантай сыйлығым бар еді. Маған ба? Иә. Ту, не деген әдемі еді? О, қыз жібекпен төлеген. Жарасып тұрсыңдар ғой таза. Қаланың ақсоса, сен тағы кеп қалдың ба біздің ауылға? Несі бар, кеп қалдық. Жүре бермейсің бе сол қалаңды? Немене, мен келгенде жерің тарылып қалды ма? Сен не? Не? Бала, бірден жүріп қотмасаң? Ғасыр шыңғас, бұлар не сендердің? Тоқта. Не ол дұрыс па бәрі? Аузың ғана көтті ғой сенің. Кәусар жүзетін бірнесі бар ма? Жүр, Кәусар, сеніңе шығарып салайық. Басқа.
Кәусәрдің алдында ұят болды таза. Ұят болғанда айтар жоқ. Қайтаны көзіңнің отын шығар жемегеніне тәуба де. Қойшей, сенде қалжың таусылмайды екен. Аяғым тайып кетті. Әйтпесе ондай жағдай болмас еді. Ғасыр негізі былай жақсы жігіт. Өзі көптен бері Кәусарға қырындап ғашық болып жүр. Сенен қызғанып кеткен ғой. Айдар, мынаны қара. Ол не? Манағы Кәусәрдің беті орамалы менде кетіп қалған. Бәзек мадан бері мұрныңа тығып ескелеп өліп бератсың ғой таза. Кетшей. Еш өғи дұрыстап қараш. Мұндай Кәусәр Бекжанды жазғысы келген сияқты қараш. Андағы жерде бұл емес, Г деген әріп тұр ғой. Жоқ, Айдар, дұрыстап қарасаш, әріпті бастағанды арғай тоқып үлгіре алмаған. Қараш дұрыстап. Қараш. Мүмкін өзінің аты жазғысы келген шығар. Оның есімен де Кәусәр емес шығар. Мүмкін Ғасыр шығар. Фуй. Айдар, дұрыстап қараш, әнде кәндешпен белгіленіп тұр ғой, Б деп. Ғасыр мұны. Қойшы сен де Бекжан деп айтуға қимай тұрсың ғой, Не ол ренжіп қалдым ба, кешірші. Қойшы. Айдар, ауылдағы наурыз мерекесі қаладағыдай емес, өте керемет өтеді екен. Киіз үй, ұлттық ойындар, бәрі күшті, бәрі керемет екен. Бізде жылда осылай. Қардың кетпегеніне, қыстың суықтығына қарамай, бізде наурыз жылда осылай тойланады. Айдар, мұнда не болып жатыр? Кеш көп қойдық.
Ne ballar piştin malları. жүргенің қандай көз қуаныш көкешім күлгенің Al. Ekil o. Bismillahirrahmanirrahim. Balam bəxtli olup. Kolum hayırlı olsun. Burungunun yolu menen beşikке salayım baları. Ал досым. Сәлем Көсір. Досым, Кәусәрдің сенен қатты көңілі қалған сияқты. Оны сен айтпасаң да өзім де көріп тұрмын. Құтты болсын, немерелі болдыңыз. Кішкентайдың бауы берік болсын. Шырағыма кішкентай ұл ма, қыз ба өзі? Қамшылар келді дүниеге. Қамшылар, келінжанның шешісін бермеймісің? Берем, әрине берем. Келінжан-ау, мынау жүзік сені қолыңа салып жүр жаным. Құтты болсын, әрине. Атасы бараға не береді екен? Берем, астына тай беремін. Енді балаға ат қоймаймыз ба? Үлетті үлкені қойсын. Олай болса, мына ұлыстың ұлы күн туған сәбиіміздің аты Наурызбай болсын. Ал енді барлығыңызды бүгін кешке шілдеханаға шақырады. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс бақытты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала жерге енсін, жаңа жыл құтты болсын, әумин. Елжан, бері кел. Анда денге не болып жатыр? Денге деген не? Ана көрттің ба, ана отырған қойдың еті бар емес па? Бір табақтағы соны көмбіріші болып бітірсе, сол жеңіске кетеді. Кет кіріп көрейік.
Айдар, Кәусер келді ме екен? Олар алып жатқан жақта шығар жүр. Сәлем қыздар. Сәлем. Мерекелеріңмен. Рахмет, бірге болсын. Мә, қыздар өздерің бүгін көктемде құпырып кетсіңдер ғой. Рахмет. Келіңдер қыздар, бәріміз бір естелікке сурет кетсек. Сен Айдар. Рахмет. Айтош Кәусер, кеше сенің орамалың менде кетіп қалыпты. Иә. Кестелі орамалың шетінде аяқталмаған бір әріп бар екен. Ол менің кішкентай сіңілім Гүлназның есімі ғой. Бекжан, Кәусер, Алтыбақан теуіп білерің келмей ме? Жарайды, бірақ бұрын соңды Алтыбақан деген теуіп көрмеппін. Кер келейін. Досым, Кәусердің ана жігітке көңіл ауғанына қарағанда, ол да осал жігіт емес ау деймін. Көреміз кімнің осал еместігін. Сонда да байқа, араларында бірдеңе бар сияқты. Кетші бұл жылдамын. Ya Ayдар, тоқташы, Ayдар деймін. Ayдар, жүрегім айналып жатыр деймін, Ayдар, тоқтатшы. Ayдар, тоқтатшы деймін Алтыбақанды. Қаланың ойшыға түкеншеуін теуіп жүрген сен, даланың Алтыбақанын қайдан түсінесің? Қой құрсын тәсті, түс, бірдеңені білдіріп қойып жүрерсің. Сендер не істедіңдер кеше? Не істеп қойыппыз? Сендер осы қыздардың көзінше қайта-қайта қыр көрсете беріңдер ғой. Ал көрсетсекші? Мына қылығың жігіттің істен жарамас. Сонда не, қыздың істе ұқсап тұр ма? Нағы жігіт болсаң жүрекеміз жігіт. Сен не? Не болды? Не болды? Ғасыр! Сен бісің Ғасыр, бермен көшесің. Бұл не бассыздық? Не жанжал? Олыстың ұлы күні ел тойлап атыр. Сендер істерің мынау. Күшің татып баратса, көкпар тарт. Арқан тартсыңдар. Мына бала кім? Қаладан келген жиенім ғой. Дұрыс болған жиенді жағасынан алып. Қолдарын қалтырайды. Екіншілі бала қайталамаңдар. Мен Олыстың ұлы күні атамыздың дәстүріменен екеуіңді қоластырып, татуластырып жүрейін. Кәне, қолыңды бер. Тентектерім айт. Бір-бірін сыйлай білетін, үлкенді тыңдай білетін, бір-бірін қолдай алатын, бір-бірін қорғай алатын қазақты көргім келеді. Ғасыр мен ойлағандай емес, жақсы, ақкөңіл жігіт болып шықты. Өзі сондай шымыр, аттың құлағында жақсы ойнайды екен. Тіпті онымен қалай дос болып кеткенімді өзім де байқамай қалдым. Ауыл сыртына кешке дейін атпен жарысып, көкпар тартып, бір мауқымызды бастық. Әрине, екеумізге бірдей Кәусердің ұнап қалғанына енді бір-бірімізді кінәлай алмаймыз. Таңдау Кәусердің еншісінде. Мен Кәусердің қай таңдауына да келсемін. Өйткені мен үшін достыққа деген құрмет бәрінен де биік тұрады. Бір жұтым ауасыда, жанымның дауасындай, әлемнің қай жерінде кең далам бар осындай. Ақ ниет тілегіммен еске алып жүремін мен. Киелі торғайым әніммен толғайын, жыр жаздым жүрегіммен. Киелі торғайым әніммен толғайын, жыр жаздым жүрегіммен. Қосып ойша, шырқ
байқадым осылайша өзен көл дариясы суы бал төсі майса ақ ниет тілегіммен еске алып жүремін мен киелі торғайым әніммен толғайын жыр жаздым жүрегіммен киелі торғайым әніммен толғайын жыр жаздым жүрегіммен ақ ниет тілегіммен еске алып жүремін мен киелі торғайым әніммен толғайын жыр жаздым жүрегіммен киелі торғайым әніммен толғайын жыр жаздым жүрегіммен киелі торғайым әніммен толғайын жыр жаздым жүрегіммен